Hello everyone. Today's vocabulary is about my family and people. Бүгінгі өтейін деп отырған vocabulary, яғни сөздік қорымыз, ол people, адамдар, және де family, отбасына қатысты сөздер. Мына жерде сіздерде суретте көрсетілгендей, барлығы өте түсінікті. Бала, boy, бала. Girl, қыз. Man, ер адам. Woman, әйел адам. Children, балалар. Friends, достар. Келесі бетте сіздерде көрсетілген сурет. Husband, күйеуі. Wife, әйелі, яғни күйеуі мен әйелі. Келесі суретте қарайық. Мына жерде әкесі, анасы, баласы, ұлы, қызы көрсетілген, Ұлы, son. Мына жерде О әріпі жазылғанмен де біз оны оқығанда son деп оқимыз. Қызы, daughter. Мына жерге назар аударып қараңыздар. Сөздің жазылуы басқаша, оқылуы шамалы басқаша. Оқылған кезде ортасындағы көптеген әріптер оқылмай қалады, түсіп қалады. Daughter, қызы. Father, әкесі. Mother, анасы. Келесі суретке назар аударайық. Brother, ағасы. Тағы да мына жерде О әріпі жазылғанмен де біз оны А деп дыбыстаймыз, Brother. Келесі. Sister. Мына жерде назар аударатын болсақ, sister тәтеге де, қарындасқа да жатады. Brother ағаға да, ініге де жатады. Біздің қазақ тіліндегі сол сөздердің орнын басады. Келесі суретке назар аударайық. Қыз бен жігіт, Girlfriend, қыз досы, немесе жүретін қызы, Келесі boyfriend, жігіт досы, немесе жүретін жігіті деп айтамыз, Келесі суретке назар аударайық. Grandfather, атасы. Grandmother, әже. Келесі суретте көкесі және апасы немесе тәтесі деп айтамыз, Uncle, көкесі. Көбінесе біз әкеміздің інісін немесе әкеміздің ағасын біз көбінесе көке деп жатамыз, Сондай жағдайда uncle қолданамыз. Және де aunt, тәтесі немесе апасы, бұл көбінесе sisterға қарағанда үлкен, жасы үлкендеу кісілерді айтамыз. Мысалға, менің әкемнің қарындасы немесе менің әкемнің апасы болатын болса, мен ол кісіні aunt деп айтамын. Апа немесе тәте. Келесі суретке назар аударайық. Келесі суретте мысалға мынау сіз, мынау сіздің ағаңыз, Ағаңыздан туылған қыз, ағаңыз бен жеңгеңізден туылған қыз сізге niece болады. Niece. Біз орысшаға niece сөзін аудара аламыз, племянница деп. Ал қазақ тілінде оның аудармасы жоқ. Өйткені мен ағамның қызын өзімнің бауырым сияқты көремді, сіңілім деп айтамын. Ал орыстар оны племянница деп айтады. Сондықтан да niece аудармасы племянница. Келесі суретке назар аударайық. Мына жерде дәл жаңағы алдындағы жағдай сияқты, мысалға мынау сіз, немесе сіздің отбасыңыз, мынау сіздің ағаңыздың немесе тәтеңіздің ұлы, ағаңыздан ұл туылса, немесе тәтеңіз күйеуге шығып, одан ұл туылса, ондай жағдайда сіз сол баланы, ұлды
nephew деп атайсыз. Nephew ол племянник орысша айтқанда. Ал қазақшаға аударылмайды, өйткені біз қазақша мысалға ағамыздан туған ұлды немесе тәтемізден туған қызды біз оны бауырымыз сияқты көреміз да, інім деп айтамыз, иә? Ал орыстарда оны бөледі, племянник деп. Сондықтан да орысша аудармасымен жүреміз. Келесі суретке назар аударайық. Мына жерде ата-ана. Маманы бөлек mother дейміз, папаны бөлек father дейміз, ал екеуі қосылып ата-ана. Ата-ана parents. Енді ата-әже. Ата мен әжені екеуін grandparents. Ата-әже. Келесі бетте бізде step сөзі көрсетілген. Step сөзі туыстық қарым-қатынасқа келетін болсақ, ол өгей деген мағынаны білдіреді. Енді осы өгей бір әкеден туылып, аналары бөлек болса, немесе бір анадан туылып, әкелері бөлек болған жағдайда ол өгей болады, иә, білеміз. Енді осы step сөзін туыстық атаулардың алдына қоссақ, өгей деп аталады, иә. Step mother, өгей ана. Step father, өгей әке. Step brother, өгей аға. Step sister, өгей тәте. Енді мына жерде келесі бетте көрсетілген brother-in-law деген сөз. Мына жердегі law деген сөз жеке тұрғанда басқа мағынаны білдіреді. Ал туыстық қарым-қатынасқа келетін болсақ, онда brother-in-law ол жезде, немесе екінші мағынасы күйеу бала. Дәл сол сияқты daughter-in-law келін, sister-in-law жеңге деген мағынаны білдіреді.